Selam dostlar, bugün biz 8 sınıf algebra feninin 589 isim şartı maruz istetme şartı teksizlik eşittir. Arslan bastıkça dizimden teksizlik verin x mümkünlüğümüzde ten yk minus x minus 4 diyen bir değil. Alan tenisten solca amacına var. Yani x minus yk plus x minus 4 diyen bir mümkünlüğümüzde ten nol diyen tenlikleri var. Şimdi biz ortak bölüm vermemiz gerek. Yani x minus 2'ye verilmeyen x minus 4 diyen. Bunda bizde bunday tengsizlik paydo oldu. X minus 4'ten x minus 4 kuvvetlenген x minus 2 plus 1 үлкенімізде тең 0. Şimdi қараңыздар. Мына бөлімі тұра берсін x minus 4 болып алымын ашатын болсақ x квадрат минус 2x minus 4x plus 8 plus 1 үлкенімізде тең 0 деген теңдік пайда болды. Tengsizlik paydo oldu. Yine alımını akşamdaydım olsak bölümü sol boyunca kaldı. Alımı x kvadrat minus 6x plus 9 ülkemiz 20 var diye. Endi osoncha basıp ketelim olsak x minus 4 turaversin. Alımda x kvadrat minus 6x plus 9 deganimiz o bizde o'qishlar x minus 3'tün kvadratı degani bildiradi ya. O'sha hisobdan javob chiqdi. Endi jeki nolga tenglastirib hisoblaydigan bo'lsak yani x minus 3'tün kvadratı teng 0. Bu жерде x teng bizde 3 vardı. Yekine işe bulacak cevap. Bir bölümüne şart koyamız. X minus 4 hechqachon teng bo'lmau kerak nolga. Sonda x tengimiz 0'ga. Endi intervallarga adsimin mına jer 0 emas. Mına jer bizde 4 degan. Tak. Endi 3 bu bizde qat'iy emas. Bo'yaladi. 4 bizde qat'iy bo'yalmaydi. Tangmanlıkta 3'ten aldım bizde 0 var. Onu koyduğum olsak bizde tersten 10 ters bizge aytadi 0'den mümkün plus aralıkta alımlar deydi. Ha yok keşirsizdir. Mına jerde bizde 4 o bizde 3 bizde javob javob bo'lgandan keyin bizde hurmatli o'quvchilar javob bo'lgandan keyin minus üst 3'tün o'zi plus bo'ladi. So'ndan keyin mana yerda plus keladi. Bunda javobni yozadigan bo'lsak figura alacaksa 3'tün o'zi және plus aladi. Buni javob. Және yani 4'ten plus x deyim. Bo'lsa hisobdan javob asını. Kelesi bizde a'si. Endi qo'yishlar. Tak. X plus 7 bölümünde x minus 2 үлкен x minus 1. Tengliktin sol жағына жинайын. Теңсіз барлығын minus x бүйтіп қойсаң жақсы да ағылшын ішім ұстап кетті мына жер. Жақсы бойынша өткізесің. X minus 1 үлкен 0. Ортақ бөлгіш береміз. Ортақ бөлімге келтіреміз. Сонда осылай болады. X minus 2 мына жақ x plus 7 сразу x minus 2 көбейту x minus 1 деп жазайын. Үлкен 0. Так, енді қараңыздар мына жерде жақшаны ашып отырмай сразу жауабын жазайын. Сол кезде бізде болады алма минус x квадрат плюс 4x плюс 5 үлкен 0 деген жауап болады екен. Енді қараңыздар жалғасын мына жақта жазамын. Алымын 0-ге теңестіріп есептейік. Минус x квадрат плюс 4x плюс 5 тең 0. Дискриминантты есептейік. 16 плюс 4 көбейту 1 көбейту 5. Сонда бізде шығады 36. x1 тең бөлімі бізде минус 2 алымы минус 4 минус 6. Бұдан шығады 5. x2'miz тең бізде minus 4 plus 6 bölümü minus 2. Buradan шығады бізде 1 шығады 2. Olsa есептің жауаптары шығады. Так, енді бөліміне шамс қоямыз. Бөлімі ешқашан 0-ге тең болмау керек. Сонда x тең болмау керек 2. Аралыққа белгілейік. Так, бізде 3 нүкте пайда болды. Барлығы бізде қатаң. Ең кішісі бізде 1. 1, 2,
және 5 интервалдағы бөлек. Бірден алдын 0 бар. Қоятын болсақ, оң таңбаша теріс, оң, теріс. Бізге айтады, оң аралықты алыңдар. Плюс аралықты алыңдар. Сонда жауабы болады бізде. Минус шексіздіктен 1-ге дейін және 2-ден 5-ге дейін деген осылай есептен жауап шықты. Қазір енді әсін көріңіз. Б-сын көріңіз. Келесі бізде басы. Так, x квадрат плюс 1 бөлімінде x квадрат плюс 3x минус 4 кіші 0 деймін, иә? Енді қараңыздар. Алымнан жауап шықпайды, сол себепті тек қана бөлім аламын. X квадрат минус 3x минус 4 тең болмау керек бізде 0-ге. Дискриминантты есептейтін болсам, 9 плюс 16 болады да 25 шығады. X біріміз тең бізде бөлімі 2, алым минус 3 минус 5, мына шығады бізде минус 4. X2 тең бізде минус 3 плюс 5 бөлімі 2, мына шығады бізде 1 шығады екен. Енді аралықты белгілейік. Бізде минус 4 және 1 там қоя алмайды, иә? Так, ортада 0 бар. Таңбаға анықтайтын болсақ, теріс таңба болады. Таңбада плюс плюс. Бізге айтады, теріс таңба аралықтан алынды. Минус аралықты. Сонда жауабы болады бізде минус 4-тен 1-ге дейін деген осылай есептен жауап шықты. Осыны. Келесі бізде осы. Так, 10 минус x бөлімі бізде 5 плюс x квадрат үлкен 2-ден 1. 2-ден 1-ді теңдіктің сол жағына өткізейін. Минус 2-ден 1 үлкен 0-ден болады. Осылай. Ортақ көбейткішке теңдейтін болсақ. Яғни 2-ге 5 плюс x квадраттан береміз. Онда бөлімі бізде 2 көбейтілген x квадрат плюс 5 десек болады. Алымы бізде 10 минус x минус 5 плюс минус x квадрат үлкен 0-ден болады. Онда бөлімі тұра берсін. Алымын ашымдайтын болсақ, минус x квадрат минус x плюс 5 деген осылай не шықты. Кешірім өтінемін. Мына жаққа бізде неден береді екенбіз? 2-ден береді екенбіз. Сонда мына жақ бізде, мына жер бізде 20 болады, мына жер бізде 2x болады. Сонда минус x квадрат минус 2x плюс 15 болады екен. Не, осылай теңіз. Енді алымын жеке нөлге теңестіріп есепті болады. Тең дискриминант тең бізде 4 плюс 4 көбейтіліп 1 көбейтіліп 15. Сонда бізде 65 шығады, 64 шығады екен. Сонда x1 тең бөлімі минус 2, алымы 2 минус 8. Одан шығады бізде 3 шығады. x2 тең 2 плюс 8 бөлімінде минус 2. Бұл жерде бізде шығады минус 5 шығады екен. Бөлімнен шығатып қоятын болсақ, шешім болмайды. Сол себепті тек қана алымның жауаптарын аламыз, иә? Сонда минус 5, 3, так, ортада 0 қоятын болсақ, плюс 2 шетте минус болады. Бізге плюс аралықты ал дейді. Сонда минус 5-тен 3-ге дейін деген жауап шықты.
Hazırlığınıza çok rahmet. Kayıf TV YouTube kanalına takıyordu unutmamızlar. Kanalda 98 tipleri tadı uğruyorduk. Bu arada biz 70 arabasına hakkında da dikkat edip başlamamızdan ne bir konuşacaktınız. Olsa kıymetleri yapacağız. Unutmamızlar. Sizin her bir fikriniz mention bütün